Хакім Абай айтады, пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге десе, Ғабит Мүсіреп айтады, кітап дейді, алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдырған рухани қазынасы. Егер кітап оқудан тыйылатын болсақ, онда ойлаудан да тыйылар едік дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңіз сөз төркінінен байқағандай кітап төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Және біздің студияда бүгін артық таныстыруды қажет етпейтін абайтанушы, Харекет жақсы кітаптарының авторы, Машқұр Жүсіппенен шәкәрімдей ұлы бабаларымыздың асыл мұрасын зерттеп жүрген Омар Жәлел ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Бүгінгі таңда бізде, жалпы қоғамда да Омар аға, еңбек деген баладан еңкейген шалға дейін кітап оқу деген бір керек нәрсе екенін, оқу керек екенін біледі, иә? Бірақ статистикаға жүгінсек, кері жағдайда, мысалға Орталық Азия жастары деген әлеуметтік зерттеу авторлар айтады, Қазақстанда 78-6% жастар кітап аз оқиды, немесе мүлдем оқымайды дейді. Бұны қайтсек түзетеміз, қалай жақсартамыз? Әрине үлкен тақырып қой, бірақ біз Омар аға осыны бір 2-3 қырынан келсек осы тақырыпқа да. Қазіргі кезде біздің жастарымыздың негізгі ұмтылып жатқаны карьера ғой. Енді қазіргі кезде шынымен де көп адамдардың карьера деген ой олардың көкейін тесіп бара жатыр, қазақша айтқанда. Сонда олар карьераға жету үшін олар кітап оқып, бүкіл ата-бабалардан қалған мұраны игеріп жатуды артық санайды да, олар төте жолмен жеткісі келеді. Яғни төте жол дегеніміз не? Яғни ешқандай кітап оқымай-ақ қазақ мәдениетінің немесе орыс мәдениетінің, ағылшын мәдениетінің бетін ғана шалып, әртүрлі қазіргі кезде сіздер білесіздер, тест деген бар, жаңағыдай әңгімелесу деген бар, әртүрлі методикалар бар, сосын дайындайтын адамдар бар, солардың көмегіне жүгініп, имиджмейкерлер бар, сөйтіп жаңағыдай өздерінің карьерасын жасап жатыр. Ал шынында да Ресейдің философ Батищев деген кісі айтады, адамдар өз екі түрлі болады дейді. Мәдениетті меңгермей, оның бетін ғана шалатындар дейді. Олардың мақсаты бір уақыт дейді, тез карьера жасау дейді. Олар әрине жетеді дейді. Олар тез піседі, тез жетіледі дейді. Олар жетеді дейді, бірақ олар жеміс бермейді дейді, адам ретінде. Жеміс бермейді. Енді екінші бір адамдар бар дейді, олардың мақсат мұраты карьера емес дейді. Олар мәдениетке ғашық дейді. Олар мәдениетті тереңінен меңгереді дейді. Олардың пісіп жетілуі ұзақ процесс дейді. Бірақ түбінде дейді, солар жеміс береді дейді қоғамға. Сонда біз қазіргі кезде осы кітап оқымаудың басты себебі қоғамдағы бағдарлар өзгеріп кетті. Егер біз бұрын ғылым, білім ең үлкен құндылық, ғылым, білім ең үлкен байлық деп есептейтін болсақ, қазіргі кездегі біздің жастарымызға байлық дегеніміз ол доллар, ол ақша, ол фунт стерлинг, яғни материалдық зат. Құндылықтар өзгеріп кетті. Құндылықтар өзгерген кезде бұл құндылықтар сол қалпында тұр, бірақ сол құндылықтарды тереңіне сүңгіп ала алмай жатырмыз да. Неге? Өйткені біздің қоғамдағы бағыт бағдар беруші әлеуетті күш, яғни отбасы, қоғамдық институттар, олар бұл бағытта жұмыс істемей жатыр. Өйткені қазіргі кездегі мынау жарнаманың заманында, ақшаның жаңағыдай заманында адамдар тез байып, тез жұлдыз болып, тез халықтың алдына шығып, ел алып, жұрт қаратқысы келеді, бірақ соны баянды түрде түсіндіріп беретіндей қазақ қоғамда әлеуетті күштер болмай тұрды. Сондан осы кітап оқуды насихаттау үшін жастарға сол кітап оқу арқылы жетістікке жеткен. Карьера малды емес, мақтанды емес, құрмет ғиззатты емес.
ғылымның өзін сүйіп жетістікке жеткен адамдарды насихаттау керек та. Кемшін. Ал бізде теледидарда керісінше кітап оқымаған адамдар насихатталды. Яғни әншілер, поп, эстрада жұлдыздары, жастардың кумирі, кітап оқымағандар. түсінікті аға. Енді керемет аштыңыз. Қазіргі таңда мысалы өзіңіз зерттеп жүрген жаңағы Машһүр Жүсіп айтады, дүниеде 77 тіл бар. Оның ішіндегі ең асылы араб тілі. Себебі Құран ғараби дейді. Ал екінші асыл тіл ол қазақ тілі дейді. Сол кезде сол кісі айтады, менің замандастарым дейді. Ол кісі өзі 1858 жылы туылып отыр. Сол заманда қазақтың тілінің қаймағы бұзылмай тұрған кезде айтып отыр да. Менің замандастарым осыны білмейді ғой дейді. Қазір біз қай замандамыз. Егер білсе, дінде, ғылымда, әулиелікте осы қазақ тілінде тұр ғой дейді. Яғни қарап тұрсақ, бізде қазына бар. Бірақ біз қазір қоғамға қарасақ, әңгімеміз жаңағы отбасы, ошақ қасынан ұзамай жатыр да. Неге бұл осындай асыл дүниені неге қолдана алмай жатырмыз? Бұның ең үлкен себебі отаршылдық. Негізінен отаршылдық Машһүр Жүсіптің заманында басталған. Ол осы 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап отаршылдық басталады. Негізі отаршылдық дегенімізде бір халықтың екінші халыққа құл болуы. Сонда бір халық екінші халықты қолдану үшін оның өзінің мәдениетінен, өзінің әдебиетінен, өзінің философиясынан, дүниетанымынан жеріндіру керек екен ғой, мақсат түрде. Сондан осы көп жылдарға созылған процесс өзінің ол жемісін беріп жатыр қазір. Сонда қазіргі қазақ өз-өзін менсінбейді. Өзінің тіліне деген құрмет, сенім жоқ. Неге? Өйткені көптеген жылдар бойы қазақ тілін білу деген мәселе көтерген жоқ. Керісінше сол отаршылдардың тілі, орыс тілін білмесең, нанын тауып жей алмайсың деген үгіт насихат жүрді, жоспарлы түрде. Қазіргі кезде енді керісінше орыс тілінің орнына ағылшын тілі шығып келе жатыр. Ағылшын тілін білмесең, нанын тауып жей алмайсың дегенге келе жатырмыз да. Қазақ тілі үшінші деңгейге. Қазақ тілі ол әйтеуір өзіміз қазақ болғаннан кейін ұялғаннан жаңағыдай сөйлейміз. Ұялғаннан. Ал шын мәніндегі қазақтың тілі өзінің күшіне ену үшін қазақта бір жақсы сөз бар. Сөз қадірің өз қадірің дейді. Яғни қазақты түсіну керек. Қазақтың қадірі ол өзінің сөзінде тұр. Сөзін қадірлемеген халық өзін де қадірлемейді деген сөз. Сонда қазіргі кездегі біздің жастарымыздың бағдары шетелге аңсары ауып тұрса, ал шетелге аңсары ауу деген не деген сөз? Ол өзінің күшін, қуатын, қанын, жанын, терін, өзінің туған халқына, туған жерін емес, өзі сол қызығып отырған мәдениетке, қоғамға беруге даяр деген сөз. Мақсат өзгеріп кетті ғой. Сондықтан біз қазіргі кезде сол өзге мәдениетті насихаттау арқылы біз сол өзге мәдениетке жұмыс істейтін, соған күш қуатын беруге дайыр адамдардың армиясын дайындап жатырмыз. Бұның енді жалғыз емі бұл отарсыздану. Яғни шын мәніндегі отарсыздану ол кез келген халықтың бүкіл күш қуаты сыртта емес, өзінде екендігін түсіндіру. Өзінің бойында екендігін түсіндіру. Сонда Машһүрдің айтып отырған осы негізінен. Дінде, ғылымда, әулиелікте қазақ тілінде тұр дейді. Осы жерде кітаптың рөлі қандай болып тұр? Енді сіздер білесіздер, Машһүрдің заманына дейін қазақта осы жалпы бүкіл мәдениетті ауызша қабылдаған. Машһүр Жүсіп атамыз айтады, бұрын қазақта құлақтары тесік, кеуделері есік, естіген ұмытпайтын қариялар болған дейді, құйма құлақтар дейді. Бұрын қазақ дейді, жазуға сенген жаңылшақ, оқуға сенген ұмытшақ деп, жазусызға, оқуға сенбейтін дейді. Олар өзінің көкірегіне сенетін дейді, жаңағы жадысына сенетін дейді. Ауыз әдебиеті, ауызша тараған ғой бәрі, құйма құлақтар болған дейді. Енді заман өзгерді. Сол кезде заман өзгеріп, отаршылдық келгеннен кейін қазақ отырықшы халыққа айнала бастағаннан кейін Жүсіпбек Аймауытов Машһүр Жүсіпке хат жазады. Атақты қазақтың жазушысы. Машеке, заман өзгеріп бара жатыр. Ертең осында әңгіме айтатын адам қалмайды енді. Келе жатыр, отаршылдық келе жатыр деп тұр ғой енді. Сондан сізге өтініш, көзіңіз тіріде
осы қазақтың бүкіл бай мұрасын қағазға түсіріп кетсеңіз деп өтініш береді, өзінің хатында сөйтіп айтады. Содан мәшһүр жасап атамыз атына мініп қоржынын бөктеріп Алтайдан Атырауға дейін осы бүкіл қазақтың жерін аралап фольклор жинай бастайтын себебі сол. Сонда Мақшотың 20 томында сол қазақтың бүкіл бай мұрасы, фольклоры, аңыз әңгімелері, өзінің еңбектері, ғылым туралы еңбектері жинақталған сол. Сонда сол мәшһүр бұл не кезең бір айтулы кезеңде. Мәшһүрден кейін қазақтың мәдениеті өзінің ауызша ақпарат беру, ауызша даналықты беру үрдісін яғни кітап арқылы білім алу үрдісіне ауыстырады. Өтпелі кезең. Иә, мәшһүр соның дәл ортасында тұр. Абайдың да айтып отырған сол. Бұрын қазақ мысалы артық білімді дана адаммен сөйлесу, шүйіркелесу, бидің батасын алу, жиын тойға қатысу, мәжіліске қатысу арқылы алатын болса, енді абай айтады, заман өзгерді дейді. Енді адам артық білімді тек қана кітаптан алады, яғни кітаби мәдениет қазаққа кіріп келе жатыр дейді. Неге? Өйткені ол жаңа заманның талабы дейді. Бұрынғыдай жаңағы құлағы тесік, кеуде сесік, бәрін естіп алып, бәрін жеткізіп отыратын енді қариялар азая бастады деп отыр. Азая бастайды деп сөйтіп болжам айтып отыр екі ғұламада. Өте керемет аға. Өтпелі кезеңнен өтіп, қазіргі заманға келейік аға. Қазіргі заманда мысалға көп байқасақ, біздің жаңа қарым қатынасымызда дұрыс сөйлей алмайтын кезіміз көп екен да. Қоғамда қарасаң да екі ауыз сөздің басын құрауымыз қиындап баратыр да. Бұл жерде мысалы Ислам кезет бір материал жариялап та жақында. Қазақ тілі дейді, әлемде үштікте дейді да. Бір жерлерде бестікте деп айтады. Ол маңызды емес. Үштікте болсын, бестікте болсын. Маңыздысы біздің сөздік қорымыздың өте бай екендігі да. Ал қазір қоғамда қолданамай жатыр. Мысалы соның негізгі құралы кітапты көп оқу деген айтылып жатыр да. Осы мәселеде қандай? Енді мына француздың ұлы жазушы бар, Маларме деген. Маларме, сол кісі айтады, Маларме жалпы дүние кітапқа ену үшін жаратылған дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, кітап дегеніміз не? Кітап дегеніміз осы дүниенің, осы біз өмір сүріп отқан дүниенің, осы дүниенің, о дүниенің барлығының бір мәні мен мағынасы жинақталған сонда бір ерекше құбылыста кітап деген. Содан кітапты оқыған адамның ең бастысы, адам кітап оқыған кезде ойлана бастайды. Өйткені кітапты ойланбай оқу мүмкін емес. Егер теледидар, әртүрлі электронды цифрлық құралдар, бұлардың барлығы адамға дайын ақпарат беретін болса, кітап керісінше ойлануды қажет етеді. Қорыту керек оны. Иә, ойлануды қажет етеді. Сондықтан кітап оқыған кезде адамның көкірек көзі ашылады. Негізгі мақсат кітаптың өзінде емес, негізінен мақсат. Мақсат адамның көкірек көзін ашу. Ал көкірек көзін қалай ашамыз деген кезде ойлану арқылы дейді. Өйткені шәкәрім атамыз айтады, сол сықылды көңілдің көзі ашылса, көп ойланып қиынға сермей дейді. Яғни, егер бізді көріп отырған біздің жаңағы теледидардағы, интернеттегі ақпараттар бізді ойландырмай, олардың барлығы неге бағытталған? Ақпаратты дайын күйде дайындап беріп, еш ойланбастан сіңіруге, яғни қоғамдағы адамдардың пікірін белгілі бір бағытта қалыптастыру үшін арналған ақпаратты. Ал кітап керісінше бұл жеке жаңа автономды индивидтерді дайындайды. Яғни бұл кітап неге оқу міндетті? Өйткені бұнда Абай айтқан ақылдылардың армиясын қалыптастырады. Сонда ақылдылар кім дегенде Абай айтады, ақылды, қара ақылды 40-қа бөлмек. Әр нәрсеге өзінде баға бермек. Таразыда, қазыда өз бойында. Наданның сүйенгені көппен дүрмек дейді. Сонда мынау телевидение, әртүрлі интернет, мынау әртүрлі әлеуметтік желілер, бұлардың барлығы бір жаңағы көпшілік, тобырлық, массалық сананы қалыптастыруға көбіне жұмыс істейді. Әрине, ол саналы адам, ақылды адам интернеттің ішінен де өзінің керегін алады. Ойланатын материалдар алады.
саналы адам. Бірақ көбісі бұны жаңағы еш ойсыз, талғаусыз қабылдап жатыр да. Сонда кітап негізгі мақсаты бұл адамның көкірек көзін ашу. Ал көкірек көз ашылған адам енді ол дұрыс ойлау қабілетіне ие бола бастайды. Яғни көкірек көз ашылған адамға Шәкәрім айтады, ойдан маржан меруерт төгілгенде кім шыдап отыралар оны термей дейді. Сонда көкірек көз ашылған адамға өзі Алла тағала жүрегіне ой сала бастайды. Сонда мәшһүр айтады, Құдайдың сәулесі дейді, ал Құдайдың сәулесі жарқырап тұрған ол ғылым дейді. Ол кімге түседі дейді? Ол көкірек көз ашылған адамға түседі дейді. Егер үйдің дейді, терезесінің дейді, пердесі жабық тұрған үйге күннің көзі қалай түспесе дейді, көкірек көзі жабық адамға Құдайдың нұры түспейді дейді, яғни ғылымы түспейді дейді, жол жарқырап тұрған. Сонда жаңағы Ғабит Мүсірепов ағамыздың айтып отқан кітап оқуды қойсақ, ойлауды да қоямыз дегеннен ой шығып тұр. Ал ойдың нәтижесінде Шәкәрім айтып отыр, ойыңды түзе, әдетің айналады. Әдетің тағдырың деген секілді бір сөз бар ғой. Сол адамның бүкіл тағдырын айқындайтын. Мынау адам қазіргі кездегі ең басты осы Алла тағала бізге ақылды не үшін берген? Ақыл сол ақ пен қараны ажырату үшін, жақсы мен жаманды ажырату үшін. Мына болып отқан қоғамдағы процестерге өзіндік пікір қалыптастыру үшін. Өзінше ой ойлай алатын бізге автономды тұлғалар керек. Яғни бізге тұлғалар керек. Ал кітап оқымаған адам ол тұлға бола алмайды. Өйткені ол дайын ақпараттардың тұтынушысы ғана. Және де әртүрлі саяси ойындар, саяси технологиялар сондай ақпараттық өнім шығара отырып, көп адамдарды өзінің дегеніне жұмыс етеді. Бұл енді саясат басталады осы жерден. Мысалы біз өз жаңа компьютермен, тілмен айтқанда өзіміз программа жасамасақ, өзгенің программасын қабылдауға мәжбүр болады. Егер сен өзіндік ойлау жүйесіне ие бола алмасаң, біреуге жұмыс істейсің. Басқа бір топтарға, басқа бір күштерге солардың мақсатын жүзеге асыруға қызмет ете бастайсың. Ал бізге қазіргі кезде Абай айтқан жаңағы таразыда, қазыда өз бойында. Наданның сүйенгені көппен дүрмек дейді, сондай адамдар керек. Оны қалыптастыратын әлбетте кітап. Кітап болғанда да қарапайым билетристика емес, бір оқып ұмытып қалатын. Ол классикалық шығармалар. Ол мынау философиялық шығармалар. Әсіресе философиялық шығармаларды көп оқу керек. Неге өйткені Абай айтады, философтардың, яғни хакімдердің дейді, ең бірінші мақсаты дейді, ол хақ пен батылды айырып үйрету дейді. Хақ пен батыл, яғни ақиқат пен ақиқат еместі. Және екінші мақсат дейді, философтардың, хакімдердің екінші мақсаты ол оқырманның пікірін ұстарту дейді. Пікірін ұстарту дегеніміз ойлауға үйрету. Түсінікті. Енді осы жерде жаңа классикаға дегенге кесек. Қазір қоғамда кейінгі буын өкілдерінің ішінде, оның өзінде елдің алдына шығып жүрген кісілерде пікір айтылып жатыр да, Омар аға. Қазір дейді, бұл классиканы, қазақ әдебиетін жаңағы Абай жолын оқу керек жоқ дегенді айтып жүр. Бұл енді мындай бір мәселе. Мынау ой еңбегімен айналысу, тыңғылықты классикалық білім алу, ол өте қиын процесс. Қазақ айтады, оқу, білім алу инемен құдық қазғандай дейді. Ал енді өздері шала сауатты, өздері мәдениетті тереңнен меңгермеген адамдар, солар өздері сияқты адамдарды қалыптастыруға ұмтылады. Абай айтады ғой, не дейді Абай? Жаны аяулы жақсыдан аянбай салыс ортаға. Ақылы ары тапшыдан қу сөзін алма қолқа дейді. Қу сөзін алма қолқаға дейді. Сонда ақылы тапшы адамдардың сөзі бұл негізінен. Өйткені ақылды адам керісінше күрделі мәтінді игеруге бізді бағыттайды. Өйткені кез келген жеңілдік. Яғни жеңілдік деп нені айтып отырмыз? Біздің бақытты баянды өмір сүруіміз, комфортты өмір сүруіміз, жақсы тамақтануымыз, жақсы киім киюіміз, жақсы үйде тұруымыз, басқа лайықты өмір сүру, ол ауырлық арқылы келеді. Яғни ауырлық дегенде мәдениетті меңгеру керек. Түсінікті. Осы жерде жаңа бір Мұхтар Шаханов ағамыздың сөзі есіме түседі. Сол кісі айтады, батыстың
цивилизациясын алам деп жүріп канализациясына түсіп кетпеңдер дейді да. Сол бұл батыстан келген пікір ма бұл қалай? Жоқ. Батыстың бұған ешқандай кінәсі жоқ. Керісінше батыс қазір күрделі ой айтуда әлемнің алдында тұр қазір. Мысалы, қазіргі кездегі негізгі философия, батыстың философиясы, негізгі психология батысқа ауысқан. Әсіресе мысалы Америкада философия пәні өте дәуірлеп тұр. Қазіргі кезде мысалы Ресейдің өзіне келіп жатқан бүкіл әдебиет ағылшын тілінде. Сосын мынау батыстағы философия, постмодернистік философия, әсіресе ол француз жерінде, Еуропада қатты дамып жатыр да. Керісінше жаңағы батыс мәдениет жалпы күрделенген сайын мәтін де күрделене береді. Содан жаңағы біздің қазақтың мәдениетінің күрделенуі Абайдан басталады. Сонда Ахмет Байтұрсын айтады ғой, қазір қазақ Абайдың мәтіндерін түсінбейді дейді. Ол Абайдың кінәсі емес дейді. Бұндай мәтінді игеріп үйренбеген қазақтың кінәсі дейді. Түсіне алмаған өзіміз. Иә, өйткені мәтін күрделеніп жатыр да. Өйткені қазіргі кездегі мысалы қазақта қазір не көп? Той көп. Тойда мәтін ғой. Бірақ ол қандай мәтін? Ол жеңіл мәтінді ойлауды қажет етпейді. Енді мынандай бір зерттеу жүргізіпті ғой мара Америкада Томас Карлей деген кісі. Ауқаттылар мен кедейлердің арасында бұлар немен айналысады деген. Сонда мынандай қызық дерек шықты. Ауқаттылардың 88% кітап оқиды екен да. Кедей тұрмысты отбасының 2% кітап. Дұрыс. Сонда бұл тұрмыстың түзелуінде де бұның рөлі үлкен болып тұр ғой. Енді мындай бір сөз бар өзі. Қазіргі кезде бізде көп адамдар бұндай бір жаңсақ, бұрмаланған қанатты сөзді малданып жүр. Адамның санасын тұрмыс билейді деген. Бұл қайдан шығып кетті десеңіздер, бұл орыс тілі арқылы алдық бұны. Орыстарда мындай бір сөз бар. Бұл философтардың аудармасы. Бытие определяет сознание дейді. Бытие, яғни болмыс адамның санасын айқындайды деп тұр. Болмыс. Сондан сол болмыстың екендігін түсіне алмаған қарапайым оқырман, қарапайым адамдар болмысты быт, тұрмыс деп ұққан ғой. Сол жаңағы кезінде қазақтың ойшыл жазушысы Асқар Сүлейменов айтқан ғой. Қазақ сорлағанда бытие мен бытты шатастырып отыр деген сөз ғой. Сонда біз осы қателікті, біз қазір шекемізге тиіп жатыр, 27 жыл осы қателікті біз тағы да қайталадық. Біз айттық, біз егер бірінші экономика дедік. Егер экономиканы түзеп алсақ, онда қалған бәрі орнына келеді деп ойладық қой. Яғни тұрмысы түзелсе адам ақыл толып кетеді дедік. Ал өмір шындығы оның керісінше екендігін көрсетіп, біз маңдайымыз тасқа тиіп, рухани жаңғыруды жариялауға мәжбүр отырмыз қазір. Ал керісінше адамның санасын айқындайтын, саналы адам дейді. Құдайым балай берсең санай бер дейді. Сол сананы айқындайтын болмыс екен ғой. Ал болмысты түсіну үшін адам сөз түсіну керек екен. Жаңағы сөз Хайдеггер айтады, батыс философиясындағы философия королі атанған Мартин Хайдеггер. Сөз адамның болмысының ақиқатының үйі дейді. Сонда қазақ оны қысқада нұсқа баяғыда айтып кеткен. Сөз қадірін, өз қадірін. Яғни сөзді түсінген адам ғана өзінің болмысын аша алады. Ал сол адамның өзінің болмысын түсінуі, яғни қайдан келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлген соң не болам? Яғни болмыс дегеніміз адамның мүмкіншілігі. Жалпы адам өмірге не үшін келген деген қазір көп сұрақ қойсам, ешкім түсінбейді. Шын мәнінде адам өзі күнде айтады, өзі түсінбейді. Машһүр айтады ғой, қазақ деген қызық халық. Өзі айтады өзі. Шын мәнінде адам дүниеге не үшін келген, не болу үшін келген, яғни өзінің болмысын ашу үшін келген. Сол болмыс ашылған адамның ғана санасы түзеледі. Расул Ғамзатов айтады ғой, өзіңді таниым десең кітап оқы, өзгені таниым десең де кітап оқы дейді. Иә, міне сонда сол болмысын түсінген адамның санасы ашылады, санасы ашылған адам тұрмысы түзеле бастайды. Тікелей байланысты дүниелер. Тікелей байланысты. Өйткені кім кедей болады дегенде Дулат Бабатай айтады ғой, еріншек есер жарлың дейді, ұлы сөзбен улаттым дейді. Парақор баспақ биіңді дейді. Көрдіңіз бе? Парақор баспақ биіңді, еріншек есер жарлыңды ұлы сөзбен улаттым дейді. Сонда кім жарлы болады? Еріншек есер адам жарлы болады, сөз бе? Сонда жаңа осы жерде еске түсіп отыр, Томас Карлейдің зерттеуінің ажырағында теледидар көру мәселесінде жаңағы көрсеткіштің кере қары шыққан екен. Кедейлер 86%,
теледидар көрумен айналысса, 6%, байлар 6% ғана теледидар көруге уақыт жұмсайды екен де. Дұрыс, өте жақсы. Сонымен бірге қазір бізде мынау Серік Қалиев ағамыз айтады ғой. Байқамастай, көрместей айналаңды виртуалды бір әлем жаулап алды. Шыны ішінен шыға алмай шыр айналдың, шынайы өмір ойланшы. Қайда қалды? Телефонға байланып қалдық қой қазір бұл. Рас. Соны жаңа үлкені де, кішісі де, үйде балаға дейін телефонға байланып қалды. Соған лайықты балама бола алатын бірден бір дүние осы кітап қой. Кітап. Бұл Абай атамыз айтады, жалпы мына ғылым білімнің дейді, жауы дейді, ол ой кеселі дейді, ойдың кеселдері дейді. Сол ой кеселдердің ішіне, яғни ойға түскен вирустар, айтады Абай атамыз, бір нәрсеге құмар болу дейді. Сонда бұл құмарлық, мына виртуалды әлемге дейін құмарлық, әлеуметтік желілерге дейін құмарлық, бұл ойдың кеселдерін жатады екен. Ал керісінше, ойды сауықтыратын, шынықтыратын, дамытатын ол кітап. Сондан қазіргі кезде көп адамдар айтып жүр ғой осы бір қанатты сөзді. Компьютердің алдында отырған адамды кітап оқыған адам түбінде билейді дейді. Елбасы айтып еді бір. Елбасы айтқан. Сондан осы бұл енді біз қазіргі күнмен өмір сүрмеуіміз керек. Бүгініңмен. Ахмет Байтұрсын айтты ғой. Жұрттың бәрі бүгіншіл, мен ертеңшіл дейді, сөз бе? Яғни ертеңмен жұмыс істеймін, ертең қалай болады? Мысалы, менің тағдырым ертеңгі, менің жаңа болашағым, тіпті бұл дүниенің, осы дүниенің ертеңін егер алсаң, бізді күтіп тұрған екінші өмір бар, мысалы. Азық, яғни, және ең басты бұл жерде, біздің жанымыздың азығы, жанның құмарлығы, жанның құмарлығы, бұл да құмарлық. Мысалы, ол жаңағы әртүрлі жеңіл фильмдер, әлеуметтік желілерде берілетін ақпараттар, олар жанның құмары сияқты көрінеді, бірақ олар көбінесе адамның нәпсісіне негізделгенде, тәннің құмарлығы, нәпсісіне. Бүгін бар, ертең жоқ. Ал шын мәніндегі жанның құмарлығы ол көрсем білсем. Яғни бұл осы ғылым. Сондан Абай атамыздың 32 сөз айтады ғой. Ғылым білімнің дейді, ал кітап бұл ғылым білімнің бұлағы екендігі беседен белгілі. Ғылым білімнің игерудің өзінің шарттары бар дейді. Соның бірінші шарт дейді, ғылым білімді сен дәулет деп білу керек дейді. Қалай? Ғылым білімді дәулет деп білуің керек дейді. Өйткені бізде қазіргі кезде дәулет деп нені айтады? Бізде дәулет деп қазіргі кезде, яғни байлық деп материалдық нәрсені ғана айтамыз. Яғни көзге көрініп тұрған үй, коттедж, машина, ақша, Ал шынында қашан дейді, сен ғылым білімнің өзін дейді, дәулет деп білмейінше, онда сен ғылым білімнің жолына түсе алмайсың деп отыр. Ғалым бола алмайсың деп отыр. Кейіннен сол Абай өзінің осы идеясын, осы идеяларын өзінің өлеңінде жарқыратып ашып көрсетеді. Дүниеде өзі, малды өзі ғылымға көңіл берсеңіз дейді. Содан негізінен қазіргі кездегі сол дүние ғылымды дәулет деп білген елдер озып отырды. Мысалы, Америка ғылымды дәулет деп біледі. Ғылым онда құндылықта бірінші. А біздің қоғамда, мысалы, керісінше, ғылым ол құндылық емес. Ғылым ол малға, яғни ақшаға, мақтанға, карьераға, құрмет ғиззатқа жететін құрал ғана. Сондан осы ғылымды құрал деп түсінген адамдар, сол мәдениетті де құрал деп қабылдап, оны тұтынушы ретінде ғана. Бір нәрсеге жету үшін ғана пайдаланады, ал мәдениеттің, яғни ғылымды өзінің құндылық деп түсінбегендіктен, олар оны тереңнен меңгеріп, бүкіл нәрін бойына сіңіріп, эволюциялық жолмен пісіп, жетіліп, жеміс беретін тұлғаға айнала алмай жатыр. Енді осы арада Омар аға, сіз соңғы кезде ұрпаққа тәрбиесіне байланысты көп нәрсе айтып жүрсіз ғой. Жапондық ғалым жаңағы үштен кейін кеш деген кітабында баланың миының құрылысы 70-80% 3 жасқа дейін қалыптасып бітеді дейді. Сонда кейінгі жаңағы қалай әрекет ететіні негізінен бала кезінде қалыптасып қояды дейді. Біз қазір баланы, 3 жасар баланы шыны керек бір тұлға ретінде қабылдай алмаймыз. Ал негізінде ол үлкен қателік екен ғой. Сол балаға кітап қай уақыттан беруіміз керек, немесе
қалай осы кітапты қалай сіңдіруіміз керек баланың? Енді бұл өте жақсы сұрақ. Машрусов атамыз айтады. Өзі бала ананың құрсағынан шыққаннан кейін 5 жасқа дейін айдың құшағында болады дейді. 5 жасқа дейін айдың құшағында. Бұл ай дейді баланы өзі сияқты тез өсіреді дейді. Қазақта мақалы бар дейді. Бесіктегі бала бес түлейді деген. Бала беске келгенде ғытарт деген ғылым білімнің жұлдызының құшағында өтеді екен, Юпитер. Оны осы кезде 5 жастан бастап баланы оқыту керек дейді. Және бұл ғылым білімнің дейді жұлдызының ғытарттың құшағында бала 12-ке дейін болады дейді. Сонда мынау қазақтың өзінің тәрбие жүйесінде баланы 5-ке дейін патша, 5-тен бастап 15-ке дейін дейді, 12-ке дейін деп айтайық, 12-ке дейін құл дейді. Құлында, яғни езуін тіліп тұрып ғылымның жолына салу керек 5-тен кейін баланы. Неге? Өйткені жұлдыздар соған ықпал етіп отыр да. Жұлдыздар ыңғайын беріп отыр. Ол сол ғылым білім жұлдызының құшағына, соның қарауында өтіп отыр да, соның қарауына өтіп отыр. Сондан Машар айтады, міне осыны жазып отырған мен дейді, 5 жасынан бастап дейді, мені әкем медресеге берді дейді. Өзі 5 жасынан. 5 жасынан бастап, иә. Сондан қазіргі кездегі ми ашып кетеді дейді ғой яғы. Деп балаларды 5 жастан бермейді осы ғылым білімге. Керісінше оқымаған адамның ми ашиды. Керісінше қазір ғалымдар дәлелдеп отыр, мынау қартайғанда алжып кету, мынау Паркинсона, жаңа аурулар әртүрлі, адамның жаңағы естігенін ұмытып қалу, оның бәрі оқымағаннан болады екен. 38% айырмашылық бар деген мәлімет. Ана көрдіңіз бе, ана адам егер осы бір нәрсеге ұмтылып, үнемі өзінің ізденісін тоқтатып алса, онда адам алжып кетеді екен. Сонда қазақ не дейді? Қазақтың жүйесі қандай? Тал бесіктен жер бесікке дейін адам ізденісін, яғни кітап оқуын тоқтатпау керек екен. Үлкен рахмет Омар аға. Жалпы қорытындылай келе бір қысқаша 4-5 сұрақ қойсақ, мынау Бернард Шоудан сұрапты сұхбатшы. Осы уақытыңызда не істейсіз деп. Ол кісі айтады дейді, ұйықтаймын. Достарыммен сұхбаттасам. Сонда сіз сонда қай уақытта кітап оқисыз дейді, ол сөйтсе, ол кітап бос уақытта оқылатын нәрсе емес. Оған арнайы уақыт бөліп оқылу керек дейді. Енді Омар Жәлел қай уақытта кітап оқиды? Мен кітапты, мысалы мен самолеттерді қазір ұшып жүрмін ғой, үнемі сапардамын. Мен 1,5 сағат, 2 сағат кітап оқимын. Бұл енді самолет, яғни ұшақ, ол өте ыңғайлы, ешкім кедергі келтірмейді, ешкім телефон соқпайды, бәрі жақсы. Кітап оқимын. Мысалы сол Абайдың өлеңдерін қайта-қайта қараймын, Шәкәрімнің өлеңдерін қараймын. Сонда осы Абайдың өлеңдері де солай. Ол Абайдың өлеңін құр жаттау аздық етеді. Қайталап. Ол жоқ. Ол саған ашыла ма, ашылмай ма? Сөзсіз бе? Егер сен оны руханият, Абайдың руханиятын меңгере алсаң ғана ол сенің иелігің өтеді. Егер сен оны 1000 рет оқы, бірақ егере алмасаң оның руханиятын, ол ашылмайды және сенің иелігің өтпейді. Содан Абайдың жаңағы кітаптар, өлеңдері сенің сол өзінің тылсым әлеміне сені енгізген кезде ғана ол сенің иелігін етеді. Содан кейін ғана барып мен оны халыққа жеткізуге мүмкіндік аламын. Тамаша. Мынау Омар аға, Наполеон минутына 2000 сөз оқыған екен. Горький, Максим Горький 4000 сөз оқыған екен да, Бальзак 200 беттік кітапты жарты сағатта оқиды. Бар онда қазір. Сізде жылдам оқуға деген көзқарасыңыз қандай жалпы? Мен енді өзім кітапты қатты жылдам оқимын деп айта алмаймын. Енді мұндай кітаптарды жылдам оқуға болады. Мысалы, психологиялық жаңағыдай бір кәсіптік кітаптар бар ғой. Психологиядан ол жалпы мағынасын алу керек болған. Көбінесе көп ойлар қайталанады, оларды тез оқуға болады. Бірақ классиканы сен қалай жылдам оқисың? Өйткені Абайды жылдам оқу мүмкін емес. Не керісінше бұл жерде Абайды көп меңгеру мәселесі тұрған жоқ. Бұл жерде Абайда керісінше Абайға тереңдеу мәселесі тұрады да үнемі. Өйткені Гераклит деген философ өткен. Сол кісі айтқан, көп білім дейді, ақылға үйретпейді дейді, сөзсіз бе? Қазір бізде көп білетін адамдар бар. Бірақ ақыл жоқ та. Неге? Өйткені бүкіл ақылын көлемге жұмсап жүрген.
бәрін біледі. Олар не сияқты анадай робот сияқты, компьютер сияқты, түсінесіз бе, энциклопедия сияқты. Бірақ кітап арқалаған есек секілді. иә, ол меңгермеген да ана. Яғни сонда Гераклит көп білім дейді, ақылға үйретпейді дейді, түсінесіз бе. Олармен сөйлесең ананды айтады, мынанды айтады, мысалы. Бәрін біледі, бірақ түк білмейді. Неге? Өйткені ал бір адамдар бар, мысалы, ол бір адамдар мүмкін бірақ шумақ өлең білетін шығар. Бірақ сол бірақ шумақ арқылы бүкіл әлемді түсініп отырады да. Соның тереңіне бойлай біледі. Абайдың өлеңдері, мысалы, сондай олар өзі бірақ шумақ. Абайдың бір шумағын, сен бір шумақ түгілі Абайдың бір жолын меңгерсең, бір күнде үлкен олжа да ол. Мынау тағы да сол Максим Горький айтады. Мен дейді байсам кітап сатып аларым дейді. Сіздің кітабыңыз көп па? Менде Құдайға шүкір. Менде осы біз жаңадан сол үй алған кезде сол менің кітаптарым неге шықты, бостандыққа шықты. Былайша айтқан кезде мен олай күлемін, әлгі олар не реабилитацияға ұшырады деп. Оған дейін қуғында болды ғой, өйткені үй тар болды, шкафтарда тұрды, биікте тұрды, антресолдарда тұрды, жәшіктерде жатты деген сияқты. Қазір менің кітаптарым ақталып жарыққа шықты. Сонда сол әлемде мен өмір сүремін, ол әлем жаңағы менің негізгі достарым кітаптар. Сосын тағы да жарты машина кітабым жатыр. Оны енді тағы да алып келмекпін. Оны енді екінші қабырғасына сондай бір сөре жасатып, оған орналастырмақпын. Өйткені шынымен де қазір көп адамдар айтады, мысалы, кітап сақтау, кітапты жаңағы жинау, ол мода емес, ол трендтан қалды деген пікір айтады да, жаңағы бәрін немен оқуға болады, жаңағы планшеттен, тағы басқа. Бірақ оның бәрі де бірде біреуі ол өз қолыңа алып, өйткені мына кітаптардың өзінің аурасы болады, түсінесіз бе? Жүрекпен жазылған кітаптар ол өзі адамды шақырып тұрады, ол энергетика береді. Жалпы кітаптың ішінде нұр болады. Бірақ соны нұрын, жаңағы Абай айтып отқан нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз дейді. Адамның көкірек көзі ашылмайынша адам ол кітаптан пайда ала алмайды. Ол оны тек қана белгілі бір ақпараттардың жинақтаушысы, соны сақтаушысы ғана қызмет атқарады адам. Ондайдың ешқандай да бізге бір бестеген қажет жоқ, неге? Өйткені ол ондай ақпараттар Гуглде толып тұр. Ондай ақпараттар энциклопедия толып тұр. Бізге сол кітапты оқып, соны сіңіріп, жүрегіне кіргізіп, сол арқылы өзінің мінезін өзгертетін адамдар керек бізге. Біз сол адамдарға мұқтажбыз. Неге кітап біз сол үшін оқимыз? Ана бір Эпиктет деген философ бар, Римде, соны айтқан ғой, бір адам кітап оқып жатырып, көмектесіп жіберіңіз, қол ұшын беріңіз дегенде, кешіріңіз, мен қол деймін, кітап оқып жатырмын деп айтты дейді. Сонда оның миына кіріп шықпайды дейді. Адам керісінше сол кітапты сол сен біреуге көмектесу үшін, жақсы болу үшін оқымайсың ба дейді. А ол сол кітапты мақсатқа айналдырып жүрген адам дейді. Жоқ, керісінше біздің мақсатымыз мінезімізді түзету. Яғни адам болу. Бұл кітап құрал деп айтуға болмайды. Бұл сенің нең. Құрал деген ол бұл кітапқа келмейді. Құрал деген ол мастерок, ол жаңағы зубила құрал. Құрметсіздік болады. Иә, құрал деген ол бір андай бір көзқараста мындай. Уақытша қолданады. Пайдаланасың, лақтырып тастайсың. Кітап құрал емес. Кітап сенің досың, кітап сенің сұхбаттасың. Түсінесіз бе? Өйткені кітап деген ол не? Мысалы, ол Абайдың кітабы деген Абайдың өзі ғой. Оның жаны, Абайдың жаны кітапқа көшкен. Түсінесіз бе? Шәкәрімнің жаны кітапта. Сонда Шәкәрім айтады ғой, 40-тан соңғы қырымды, сынамақ болсаң түрімді, көрейін десең нұрымды, жинақ оқы жырымды дейді. Сонда нұр деп нені айтамыз? Рухты айтамыз. Сонда өзі нұр, рух, ақыл, сөз, өз бір-ақ нәрсе барлығы. Содан кітапты оқыған адам нұрланатын сол. Неге? Ақыл артады. Ал рух деген ол таза ақыл. Адам соны рухани жаңғыру деген не? Рухани жаңғыру дегеніміз адам кітап оқу арқылы өзінің рухын ояту. Яғни ұйықтап жатқан рухын ояту. Тамаша. Омар аға, Илон Маск деген әлемді шулатып жатыр ғой, Марсқа 1 миллион адамды тұрғызам деп, қала салып жатыр. Сол кісіден сұраған екен, сен осының бәріне қалай жетіп жатсың десе, мен кітап оқимын ғой деп бірақ сөз айтыпты да, және өзінің кішкентай кезінде фантастикалық, қиял ғажайып дүниелерді көп оқығанын айтқан екен. Сонда мен кеше осы сұхбатқа дайындалу барысында ойланып отырсам,
маған қатты әсер еткен мынау Николай Носовтың «Дым білмес» деген кітап болып еді бұрында, «Айға сапары» деген секілді. Сол екен да. Сізде мысалы балалық шағыңызда бір қатты әсер еткен, ойландырған, арманға жетелеген кітаптар қандай кітаптар? Мен сізге айтайын, мені осы Омар Жәлел қылған қазақ ертегілері. Мен ертегі көп оқыдым. Мынау әсіресе менің кумирім ол Ертөстік. Мен оны білмей 1000 рет оқыған шығармын. Әр оқыған сайын ләззат алып, аузымнан суым құрып оқитын ертегі. Сол әлемде өмір сүретін, Ертөстік сияқты батыр болғым келетін, Желаяқ сияқты жүйрік болғым келетін, Саққұлақ сияқты, Көлтаусар, Жылан Бапы ханның елі. Сіз ойлаңыз, сонда Триді дейді ғой, қазір Триді деп жүр ғой. Сол Ертөстік Триді ғой, көрдіңіз бе? Ол деген не? Жаңағыдай үш кеңістік жаңағыдай. Жоғарғы әлем, ортаңғы әлем, жер асты әлем. Сіз оны балалық қиялын, соның бәрін шарлауға мүмкіндік бересіз. Қазір мультфильм дейді ғой. Өткенде бір ағамыз айтады осы мәселеде. Батыстың жаңағы қайдағы жоқ губканы, бірдеңені жаңағы кейіпкер қылып жүруінің түбінде дейді да, оларда жаңағы жоқ та, жаңағы кейіпкер жоқ дейді. Біз қазақта тұнып тұрған жаңағы Көлтаусары да бар, бәрі бар екен. Сол жаңағы үш түрлі кеңістікте өмір сүруге мүмкіндік беретін ертегілер. Жаңағы қазақтың бүкіл ертегісі негізінен сонда керемет қой. Мифологиялық ертегі деп айтады енді ғылыми классификацияда. Сол ертегілер. Сосын енді мен фантастикалық шығармаларды оқыдым. Мысалы қазақ тіліне аударылған жаңағыда Голова профессор Дойлы деген кітап оқыдым. Ол кім авторы? Қай? Оны енді ұмытып қалдым. Голова профессор Дойлы дейді. Профессордың басын кесіп алып, жаңағыдай оңбаған адамдар соны миын пайдаланады. Сондай кітаптарға оқыдым бала кезім. Ертегі емес, ол фантастикалық шығармалар. Фантастика, қазақ тілінде болды. Енді мен бала кезімде есімде қалғаны. Сосын негізінен мен жаңағыдай екінші бір менің жаңағыдай қиялымды қарыштатқан ол батырлар жыры. Батырлар жыры, ғашықтық дастандары. Енді оларды мен өтірік айтпаймын, батырлар жырын жастан оқыдым деп. Бірақ біздің кезімізде жаңағыдай мелодия деген бар ғой, Москвада шығатын мелодия, грампластика шығаратын. Сол кезде сол бүкіл батырлар жыры, мұңлық зарлық, Айман Шолпан, Қыз жібек, бүкіл жырлар пластинкаға түсті. Соны біз сағаттап тыңдайтынбыз. Неге? Сол біздің әжелеріміз шай ішіп отырып, соны тыңдап жылап отыратын. Біз оны бірге отырып, көрші, мен Асқар деген класстасым болды, соның үйіне барамыз, сонда әжесі шай ішіп отырып, жаңа проигрыватель дейді, соны қойып, көзін сығып жылап отыратын. Жаңа мұңлық зарлық, Қоз көрпеш баян сұлу, Қобыланды, Әлқисса деп жаңағыдай керемет қоңыр дауыспен. Біз сонда өзім айтамын енді, ол Құдайдың бір бізге берген бір несі, артықшылығы бір, Құдайдың рахметі деп ойлаймын, сондай бір кезеңге өмір сүрдік біз. Сосын енді мынау тазалықты, жаңа тазалық, адалдық, ғашықтық деген сезімдер ғой, эстетикалық баланың сезімі. Оны біз мына қазақтың өзінің сол кездегі негізгі кітаптары, Совет үкіметі кезінде тарих, және де басқа да ларға жазушылар оңша бара бермейтін. Санаулы, мысалы сол тарихқа санаулы ғана нелер барды, жазушылар. Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ясов Сматаев, Ілияс Есенберлин барды. Негізінен жазушылар сол кезде көбінесе мынау махаббат мәселесін жазатын. Сонда негізінен не екенін білмеймін, бұрын мүмкін бәлкім бұл менің жанымның өз-өзін сақтап қалуы ма? Мен мынау саясат, өтірік саясат, өтірік тарихпен жазылған кітаптарды оқыған жоқпын мен. Мен ана таза дүниелерді аннотациясын қараймын да, егер махаббат жайлы десе соны ғана оқитын. Тек махаббат. Тек қана. Ол өйткені махаббатта онда жоқ, саясат жоқ. Оны бұрмаланған тарих жоқ, сөзсіз бе? Соны жаңағыдай кімнің маған қатты әсер еткен кітаптар ол Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар», «Ғашықтар», Ілияс Есенберлиннің, «Бақыт жолында», кімнің Қабдеш Мүсірепов. Және бір қызығы, мен бұл кітаптарды 1-2 класста оқыдым. 1-2 класста осындай кітаптар оқыдым мен. Сонда сіз ойлаңыз, сонда ең үлкен, енді сол менің мектепте оқып жүрген ең үлкен жетістігім, мен 4-ші сыныпта қанмен терде оқыдым. Сонда біздің Бағайла Амангелдіқызы деген әдебиеттен сабақ беретін біздің класс жетекшіміз мені 8-ші, 9-ші класстарға алып барып, ана кісілерге жаңағы мен апаларым, ағаларыма үлгі етіп
алып барып айтатын, ай Темірбеков дейді, оқышы мыналарға деп жаңағы аналарды жаңағыдай бір тұздық сөзбен біраз сыбап алып, мен солардың алдында қан мен терді баяндайтын. Сонда мен соны 4-ші сынып оқимын, 4-ші класс оқимын. Кітаптың пайдасы Иә, кітаптың пайдасы. Содан жалпы мен енді жаңағы айтпаймын, бір шежірелі қарттарды көрдім, жаңағыдай деп, яғни әңгімешіл әженің бауырымды өстім деп, өйткені ол кезде совет үкіметі, өйткені ата-анамыз бізбен шаруасы болмайтын, неге өйткені күні-түні жұмысқа жегілген совет үкіметі кезінде адамдар, қарбалас. Қатты әсер еткен кітап. Негізгі мені жасаған, мен тұлға ретінде жасаған кітаптар. Тамаша. Омар аға, енді уақытымызда таяп қалған екен, соңғы сұрақ болсын. Сізді енді жалпы осы жақсы харекет кітаптарының авторы ретінде ел танып қалды. Енді қазір қоғам сізден шыны керек, разы керек, біраз дүниелер күтіп отыр. Күтіп отыр, Өзіңіз де біліп отырсыз. Сізден қай уақытта, қай тақырыпта кітап күтеміз? Енді жалпы қазір кезде жалпы қандай кітап жазу керек деген сұрақ туады ғой. Сонда Шәкәрім атамыз айтады, жалпыға жаның ашсын дейді, баршаға жаның ашсын, қышыған жерің қассын дейді. Сонда қазақтың қай жері қышып тұр? Өйткені ана қазақ айтады ғой, қышыған жерден дейді қол кетпейді, қышыған жерден сөз кетпейді дейді. Қазір кезде қазақтың ең жаңағы қышып тұрған жері, яғни өте күйіп тұрған проблема сол. Ол сапалы бала мәселесі. Ұрпақ. Соған, өйткені мен оны негізінен ол кітаптың тарауларын жаңағыдай ауызша айтып жүрмін. Жаңағы ұрпағым мұлағатты болсын деген. Соны енді қағазға түсіру керек. Неге өйткені қазіргі қазақ түсінді. Байлықтың да опа бермейтін, бақыттың да көшпелі екендігін. Сонда қазақ ұрпақ түсінді. Ең үлкен құндылық, ең үлкен байлық сапалы ұрпақ. Рахмет аға. Үлкен рахмет. Енді мынау кім айтқан екен? Марк Твен. Қызық қой кісінің сөздері. Сол кісі айтады, мүлдем оқымайтын адам мен оқи алмайтын адамның айырмашылығы жоқ деген екен. Сондықтан көбірек оқиық. Жаңа Майлықожа атамыз айтады, сөз қадірін білген адамға бақшаға қонған бұлбұлды, сөз қадірін білмес наданға айқайлап жүрген бір жынды дейді. Сіз секілді елді оятатын жаңағы бір әулие айтқан екен, бүкіл халық ояу болу үшін бір адамның ояну үшін бір Жалладин Румидің сөзі дейді. Бір адамның ояу болуы жеткілікті деп. Ояу ағаларымыз көп болсын. Әмин. Сізге де рахмет. Алла разы болсын.